ішінде адамның ішінде кез келген адамның ішінде ол паразит болады. Ол патоген кишечный флора болады. Ол грибок болады. Ашытқы дейді, басқа дейді, целый мир екен ғой былайша айтқанда. Соның барлығы ең бірінші неден қорқады? Ең бірінші pH 7,5 деген нәрседен қорқады. 7,5 pH-ға баратын болсаңыз, ешқандай паразит, грибок, воспаление, анау, мынау, онкология өмір сүре алмайды. А бұл жерде бүкіл продуктілердің барлығы pH 7,5-тен жоғары. Из-за этого жаңа құрт сорқан сондықтан. Неге? Өйткені құртты өлтірмейді. Өлтіретін болса, өлтіретін продукттер бар ғой қазір, неше түрлі. Ол кезде интоксикация вообще страшно болады. Ең жаман нәрсесі өлтіру екен. Сол үшін де бұл өнімдердің барлығы құрт болсын, грибок болсын, ашытқы болсын, басқа болсын, солардың өмір сүру не қолайсыздық орта тудырады. Сол үшін де олардың бәрі ағзаны тастап қашады. Мысалға pH 8,5 ғой, 8,5, 5 ингредиент бар, фолиевая гуминовая кислота, екіншіден магний гидрат, үшіншіден жаңағыдай дигидрокварцетин, инулин цикария деген қазіргі таңда өсіп жатқан көк гүлі бар. И лаванда, экстракт лаванда деген. То же самое детокс продуктілер, ол дегеніміз мынау мұрынды, негізі детокс фолиевая гуминовая кислота дәмі деген батпақтың дәмі сияқты болады екен негізі. Көптеген компаниялар бар. Бұл жерде дәмі тәтті. Несімен? Лаванда деген экстракты қосылған. Соның нәтижесінде бала спокойно, қорықпай, жаңағыдай как не сияқты, напиток сияқты іше береді. Соның нәтижесінде бесі тазалайды, ішекті тазалайды, асқазан, ас қорыту жүйесі, бауыр, өт жолдары, сосын өттің жұмысын жақсартады. Өттің жұмысын жақсартты деген сөз ағзада бүкіл паразитардан проблема болатын барлығы жойылады деген сөз. Өйткені өт екен ғой бүкіл ненің барлығын жойып отырған. Лямбля деген жұмыс көбейеді деген. Өті жоқ адамдарда немесе өті жоқ дейтін ғой. Өтінде застой, өті дұрыс қанбайтын адамдарда лямбля деген құрттар пайда болады екен. Түсіндіңіздер? Сол үшін де өттің жұмысын жақсартады. Қан тамырды тазалайды, бауыр тазалайды, бүйректі тазалайды, лимфа тамырларын тазалайды. В общем, бүкіл ағзаның барлығын тазалап, сізге прям дайын қылады бұл үшін. Қалған өнімдердің кіруін дайындап береді. Иә. Өйткені көп адамдар, көптеген дәрігерлердің мынау несін тыңдап жататын болсаңыз, бірінші запуск жасау керек дейді. Біреулер былай келеді, біреулер былай келеді, біреулер былай келеді. Біздің запуск бүкіл есікті ашып беретін продукт осы Black Wave. Black Wave-тен басталу. Әрине, Black Wave-тің қасында не? Ол су тұру керек. Себебі мен былай деп айтамын, бұл порошок, а порошок бүкіл кірдің бәрін езеді, немен? Сумен езеді. Сусыз болмайды. Сол үшін де сусыз экономда су ішпей бастаған кісілерде мына ұмыт дейді ғой, іштегі қоздыру процесі болсын, немесе бір жайсыздық кішкене күрделірек болып өтеді. Неге? Мынау бүкіл қанға өттің барлығын шығарып береді, одан ары алып кететін су. Сол үшін аямай мынандай суды алыңыздар деп айтамыз. Портативті фильтр. Иә, кәдімгі суда ішуге болады, бірақ ол судың сізге сіңуі үшін бірталай ағзадан энергия кетеді. Өйткені су ағзаға 12 сферадан сіңеді. pH 7,5 болу керек, ОПВ -100 болу керек деген сияқты. Анау болу керек, мынау болу керек. Сол үшін портативті фильтр болса, пожалуйста, бұл суды 12 сферада қалыптастырып, сізге тиімді қылып береді. Мен бір нерв алайын ба, тұрғызып алайын ба, сізді жүріп ұйықтап отырсыздар.